Сәлем достар, мен атым Гүлсім Құлшарова, Назарбаев университетінің профессоры. Бүгін біз сіздермен өте маңызды тақырып талқылаймыз. Ғылым мен академиядағы этика. Америка Құрама Штаттарында оқып, Англияда жұмыс істеп, сосын Финляндияда стажировка өткеннен кейін Қазақстанға оралғанда өкінішке орай этикаға байланысты бірқатар мәселелерді байқадым. Бұл мәселелер зерттеушілердің өздеріне байланысты емес, бұрынғы қолданылып келген системаның халықаралық стандарттарға сәйкес келмеуіне байланысты туындаған. Осы видеода біз зерттеудегі және де оқудағы негізгі этикалық мәселелерді талқылап, олардың шетелден айырмашылық қандай екенін айтып кетеміз. Біріншісі авторлыққа қатысты мәселелер. Мен шетелде жүргенде көп байқайтыным ғылыми зертхананың басшысы немесе профессордың автор тізімінде ең соңғы тұруы. Бірақ Қазақстанға келгенде көп жерде басшысын зертхананың немесе профессорды студенттерден бұрын бірінші қойып қою практикасы қолданылады екен. Негізінде халықаралық стандарттарға сәйкес ең соңғы автор ол сол зертхананың басшысы немесе профессор болуға тиіс. Егер планның 5-6 авторы болса, әдетте жобаны жүргізген адам соңғы тұру керек. Оны ағылшынша corresponding автор деп атаймыз, немесе автор-корреспондент деп атауға да болады. Автор-корреспондент деген не деген? Бұл автор, яғни профессор немесе жобаның басшысы мақала біткеннен кейін сол мақаланы жинақтап, барлық форматын тексеріп, өзі жазғанын тексеріп, басқалар жазса басқалардың жазғанын тексеріп, ең соңғы редакторға, журналдың редакторына жіберетін адам. Және де редактордан жауап келгенде сол процесті бақылап отыратын корреспондинг автор. Ал бірінші автор әдетте жұмысты кім жасады? Көбінесе егер үлкен лаборатория зертхана болса, онда студенттің өзі жасайды. Студент немесе докторант немесе жас ғалым жұмыстың көп тәжірибесін, көп нәрсесін жасаса, сол кісі авторлықты бірінші алу керек. Одан кейін оған көмектескендер екінші, үшінші, сол бойы қаншалықты көп көмектесін, соншалықты авторлық тізімінде соңғы болып тұру керек. Бірақ кейде әрине де бұл ережеге сәйкес келмейтін жағдай болады. Мысалы, егер профессор немесе жас ғалым жобаның авторы енді жұмысын бастап жатса, өзінің мысалы тобын құрып енді жұмысқа кіріп жатса, әрине де ол кісі өзінің жұмысын көбісін өзі жасайды. Мүмкін әлі студенттері жоқ шығар. Студент ассистенті болса да, бірақ ол өзінің ең бірінші жұмысы болса, ондай жағдайларда профессор өзін бірінші қоюы дұрыс. Ол бір сөзбен айтқанда, профессор немесе ғылыми жоба авторының статусына байланысты. Егер профессор көп жыл жұмыс істеп жүрсе, онда ол соңғы болып тұру қажет. Ал егер енді бастап жатқан жобасы ең бірінші жоба болса, енді өзінің мансабын бастаса, онда ол кісі егер көп жұмысын өзі жасаса, онда ол профессор бірінші авторлықта тұра береді. Екіншісі деректерді бұрмалау немесе өзгеше жасау. Мысалы, басында біз жоба бастағанда бір гипотеза болады. Мен осы гипотезаны жоққа шығарам, немесе мен бұл гипотезаны дәлелдеймін деп бір мақсат қоясыз ғой жобаның алдында. Соған байланысты кей кезде ғылымда көп кездесетін жағдай ол сол гипотезаға алып келетіндей информация, мәліметті өзгеше жасау. Мысалы, сіздің экспериментіңіз бір ойғадағыдай шықпаса, сол оның нәтижесін өзгеше жасап бұрмалау. Ол да этикаға сәйкес емес. Бірнеше рет кездескен жағдайлар. Ол, мысалы, Америкада да Nature деген журналда шыққан профессордың мақалалары шындыққа жанаспайды деп басқа ғалымдар дабыл соғып, сол профессордың барлық журналдарлық мақалалары тексеріліп, студенттері нәтижелерді бұрмалаған деген қорытынды жасады. Әрине де бұл көп жылдап жасаған мансаптың бір мезетте құлауы болып табылады. Сондықтан басынан сіз әсіресе бастап жатсаңыз, онда әрқашанда бұндай нәрсені болдырмау, қандай ғалым болсын, біздің міндетіміз. Үшіншісі, ғылыми мақаланы бірнеше журналға жіберу. Бұл да этикаға жанаспайтын практика. Және де ондай кейстер табылса, бұндай профессор немесе ғалым бірден қара списокқа кіреді. Ол жерге кіргеннен кейін одан мүмкін шыға алмайтын шығар адам. Және де ол репутацияға өте жаман әсер етеді.
Сонымен сіз бір мақала жазғанда, оны тек бір редакторға жіберуіңізге тиіс. Сіз оны жібергенде, сіз оған да қол қоясыз. Тек осы мақаланы осы журналға тапсырып жатырмын деп. Тура ол мақала өтпей қалса, менің уақытым өтіп кетеді деген сұрақ болуы мүмкін. Бірақ ойынның ережесі сондай. Сіз бір жерден жауап келгеннен кейін ғана келесі жерге тапсыруыңызға болады. Маған TikTokта ең көп қойылатын сұрақ ол менің мақаламды жазып бересіз ба? Сіз жазасыз ба мақала деген сұрақтар ылғи келіп жатады. Студенттер болсын, жас ғалымдар болсын, олар Қазақстанда осы системада өсіп шыққан соң, бұл нағыз этикаға нағыз қарама-қайшы келетін жағдай екенін түсінбейді. Өйткені сіз басқа біреуге ғылыми мақала болсын, қандай болсын жазу, доклад болсын жазғызсаңыз, ол автоматты түрде сіздікі емес, ана басқа жазған кісінің интеллектуалдық продукты болып табылады. Бұндай нәрселерді intellectual property деп атаймыз, ағылшынша IP. Сондықтан біреуге жазғызу деген ол дұрыс емес нәрсе. Совет одағынан бері үйренгенбіз. Мен өзім де мысалы бастап жатқанда есімде мектепте практикалар дұрыс болады. Біз сілтеме көрсетпейтінбіз, дұрыс қой. Мысалы, одан кейін өзгерген шығар, бірақ біздің кезімізде біз басқа кітаптан алып, ол кезде интернет дұрыс та жоқ, кітаптан алып, басқа жерден алып, соны кәдімгідей жазып докладымызға қайдан келгенін сілтеме арқылы көрсетпейтінбіз. Қай жерден ақпарат алсаңыз да әрқашанда сілтемені қосуыңызға міндеттісіз. Сол сияқты, егер басқа адамға жазбаңызды жазсаңыз, онда сіз сол адамды автор ретінде қою керексіз. Ол сіздің жұмысыңыз болып табылмайды. Екіншіден, орысша мақал бар, балық бергенше балықты ұстап алуды үйрет дейді. Сіз егер бір жобаны басқа адамға ақшаға жасатсаңыз, немесе жазуды жасасаңыз, онда сіз ештеңе үйренбейсіз, ол сізде қалмайды ішіңізде, дұрыс қой? Сізде ешқандай жақсы өзгеріс болмайды. Ал егер сіз ол адамды керісінше маған көмектесіп жіберші, көрсетіп жіберші деп сұрасаңыз, сіз соңында ол жобаны өзіңіз жазып шықсаңыз, ол сізбен әрқашанда болады. Ешкім сізден ол біліміңізді алып ала алмайды. Ол біліміңізді сосын кейін сіз екінші, үшінші, төртінші мақала жазуға қолдана аласыз. Біреуде тезірек жасап төлеп жіберудің орнына, қазір мен мүмкін кішкене ұзағырақ уақыт алады, қазір өзім үйреніп жазайын, бірақ оның ұзақ уақытқа маған әсері өте зор деп өзіңізге есіңізге салып отырыңыз. ChatGPT-ның әсері қандай этикаға? Қазіргі заманда ChatGPT-ның маңызы әрине де жоққа шығарылмайды. Егер сіз жобаны, мақалаларды ChatGPT-мен жазып жүрсеңіз, бұл негізінде ғылым этикасына қарама-қайшы болып табылады. Бірақ жазуыңыз тексеруге, немесе бір структураға әкелуге ChatGPT-ні қолданбау айта алмаймыз. Әрине де ChatGPT қазіргі кезде әр адамның өзінің ассистенті сияқты. ChatGPT-ні қалай қолданбаймын деудің орнында, қолданыңыз, бірақ критикалық түрде қолданыңыз. Ол не деген сөз? ChatGPT-ні айтқанын copy-paste, яғни көшіріп қою емес, оны өзіңіздің ойыңыздың синтезінен өткізу. Мысалы, ChatGPT-ні мен қалай қолданамын? Егер мен, мысалы, әртүрлі ойым болса, мен оны голосовой сообщение қылып жіберемін де, осы менің ойымды структураға келтіріп берші деймін. Сонда ChatGPT оны анализден өткізіп, бір структураға келтіру мүмкін. Сол структураның негізінде, мысалы, мен бір жазбаны жазуым мүмкін. Екінші қолданысы ол, әрине өзіңіздің, мысалы, грамматикаңыз тексеру. Мен әдетте әрқашанда ағылшынша жазғандықтан өзімнің грамматикамды бір тексеріп шығамын. ChatGPT-ға дейін де мен платформаларды қолданатынмын. Мысалы, ол әлі де бар. Ең көп қолданатын платформа Grammarly.com деп аталатын. Сол платформа, мысалы, грамматика қай жері дұрыс емес, қай жерінде опечатка кетті, соның бәрін айтып береді. Ал ChatGPT соның орнын басты десе болады қазір. Бірақ әрине сіз оны жөндеп бергеннен кейін, сіз оны тек грамматикасын тексер деп, немесе мына идеяны дұрыстап структурасын жаса деп, нақты түрде сұрауыңызды жазуыңыз дұрыс болады. Ал осымен мен қысқаша түрде ғылым саласында қандай этикалық мәселелер туатынын, және де халықаралық стандартқа сәйкес қандай нәрселер дұрыс емес болу айтып өттім.
егер сізде тағы да идеялар болса, комментарийға жазып кетіңіз. Әрине де маған лайк басып, видеоларды болашақта өткізіп алмас үшін тіркеліп кетіңіз.